Бүгінгі сарапшымыз Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясының форсайт зерттеулерінің қатысушысы, шығыстанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Тұран-Иран ғылыми зерттеу орталығының директоры Жеменей Ислам Ақмұратұлы. Себебі біздің орталықта мына Туран деп атау қайдан шықты мысалы. Ол мысалы біз қарастырғанда тек қана жаңағы Иранның ежелгі тілі бар ғой. Ежелгі дәуір тілінде, мәселен, Авеста кітабында Туран және Туран патшасы туралы әңгіме қозғалады. Әрине олар мәселен Туран мен Иран саяси бәсекелес қой. Сондықтан әркім өзіне қарсы шыққандарды мадақтап жазбайды ғой. Бірақ мәселен Туран патшасы жазылған жазба дерек ретінде біз мысалы соған сүйенеміз. Яғни Туранның деген территориясы бәрі сол кезде анықталған. Мәселен, қазір біз оны орталық Азия дейміз. Бүгінгі орталық Азия дегеніміз мәселен 3 рет мәселен оның атауы ауысқан тарих бойынша. 3000 жылдың ішінде. Біріншісі мәселен Туран аталған ежелгі дәуір дейміз. Одан кейін түркі елі деп аталған. Түркі елі мына арабтың Умейя заманында орталық Азия келуіне байланысты түркі елі арабша Түркістан деп аталып кетті. Сосын мәселен 20 ғасырдың басына дейін біз мәселен қазіргі 5 республика қамтитын орталық Азияны Түркістан деп атап келдік. Кейін мына республикаға бөлінеді ғой. Мінекей Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан орталық Азия немесе Орта Азия және Қазақстан деп аталып кеткен. Онда біздің мәселен тарихымыз мінекей 3 түрлі атаумен әлем тарихында тіркелген. Туран, Түркістан және орталық Азия деп. Біз осының бәрін әр өзінің дәуіріне қатысты деректерді жаңа аталған 3 тілде қарастырып жатырмыз. Енді басты нәтижесі шығыстану факультеті осы университетте ашылды, дұрыс па? 1989. Содан 1991-де тәуелсіздік алдық, дұрыс па? Осы екеуінің арқасында көптеген мамандар араб, парсы, түрік тілінде жетілді ғой. Бұрындарда біз тұтынушы едік, мысалы, тәуелсіздіктен бұрын. Тұтынушы деген не? Яғни еуропалықтар, я орыс шығыстанушы ғалымдардың мәселен пайдаланған деректері, қазақ тарихына, я түркі тарихына қатысты деректерді олардың аудармасы арқылы біз пайдаланып келдік. Ал мына тәуелсіздік дәуірде біз енді қазір тұтынушылықтан өндірушіге айналдық. Яғни қазір біз мысалы өзіміздің түркілік тарихымызда, қазақ тарихымызда түп нұсқадан өзіміз қазақ тіліне аударамыз. Түп нұсқаны өзіміздің мүддемізге орай текстология жасаймыз. Оны мәселен әм парсы тілінде мәселен жарық көруіне мүмкіндік туады, әм қазақ тілінде. Яғни біз екі жұмысты бірден атқарып отырмыз. Мысалы, қазақ хандығы жайында 1465 жылы құрылды деп қай кітап жазды? Мырза Хайдар Дұғлаттың Тарих Рашиди кітабы жазды. Сонымен ол парсы тілінде жазылды. 1542-1546 жылдары Кашмирде. Ал сол парсы тіліндегі жазылған кітапты біз қазақ тіліне аудардық 3 рет. Өте күрделі кітап болғандықтан. Ең соңғы рет мәселен жаңа 2020 жылы толық нұсқасын аудардық. Яғни әлемде Тарих Рашидиді толық нұсқасы тек қана 2 тілде аударылған. Біреу қазақ тілінде, біреу ұйғыр тілінде. Басқа ешбір тіл Тарих Рашиди толық аударған жоқ. Біздің орталық деген тек қана қазақ ғылымына емес, түркі халықтарының ғылымына, мәдениетіне көмек беріп жатыр. Яғни біз көбіне қазақ тарихы дегенмен қазақтың тарихын түркілік тарихтан бөліп қаралай алмаймыз ғой. Айтатын болсақ, mesela қазақ тарихы сонда 1465 жылдан дейміз ба? Біздің одан бұрынғы тарихымыз не? Одан бұрынғы тарихымыз орта ғасыр тарихы бар, ежелгі тарихы бар. Былай айтқанда біз түркілік тарих пен мына қазақ тарихын екеуін ұштастырып, жаңа деген ғылыми логика негізінде тарихи сабақтастығын анықтап, мәселен айналымға салып жатқан жайымыз бар. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы ұлттық академиямыз
мәселен жаңа бір сипатта ашылып құрылғанына я жұмысын жалғастырғанына біз ерекше қуандық. Себебі әлемде ең үлкен рөлді мына бағыт беруші ұлттық академия деп есептейміз. Мен енді уақыт көп алғым келмейді. Мәселен, жаңа 1923 жылы Мұстафа Камал да, Иранда да 1925 жылы Реза Ша да өздерінің мәселен ұлттық тарих әдебиетіне академия құрып, мәселен қаншама үлкен жетістіктерге жетіскен болса, бұл әлемдік тәжірибе. Мәселен, бұл ұлттық академия ұлттық мүддені, мемлекеттік мүддені негізінде жұмыс жасағандықтан, біздің мәселен осындай құнды жұмыстарымызға баға беретін бір орталық, бір академия болу керек қой. Сол үшін қуанамыз. Сондықтан мәселен биыл мәселен біздің мына Абайдың 180 жылдығына қатысты мына Абай мектебі және Алаш қозғалысы кітабымыз парсы тілінде шыққанда, мына академиялық кітапхана Қазақстан Республикасының мына президент жанындағы сол ұлттық академиямыз және әдебиет өнер институты бәріміз бірігіп жаңағы кітапханада, академия кітапханасында тұсаукесерін жасадық. Оған мәселен жаңа академияның вице-президенті Асқар Жұмаділ өзі келіп қатысып, жақсы пікірлер айтып, біздің мәселен бір былай айтқанда рухтандырып кетті. Енді келешекте де осы академиямен тығыз, жақын байланыста болып, мәселен біз тек қана тұтынушы болмайық. Мәселен біздің сала қазір шықса өндіруші неге деңгейге көтерілдік қой. Барлық салада да үстіп көтерілсек. Біз тек қана мәселен басқа елдің ғалымдары не деді, не тапты демей, біз не дедік, не таптық деп басқалар да бізге еліктеп отырса деген арман.